Мына қараны алдым үніндей қарап берші маған шоколад әкеп беріп. Сен маған қандай шоколад әкеп бересің? Білмеймін. Сен алдында маған Қазақстан шоколад әкеп бердің, онысы сен маған Дубайский шоколад әкеп бер. Онысы орындамаймын. Жарайды. Балалар, олай істеуге болмайды. Әркім адал еңбек ету керек. Қыздар, сендер үй тапсырмасын орындарыңдар ма? Иә. Ал мен орындаған жоқпын. Сондықтан қазір мұғалім үй тапсырмасын сұрағанда бермедіңіздер деп айтасыздар. Түсіндіңдер ме? Иә. Балалар, бұлай күш көрсетуге және алдауға болмайды. Ол адалдыққа жатпайды. Егер біз әділдікті талап етсек, өзіміз де әділ болып үйренеміз. Жемқорлыққа жол жоқ. Адалдық адамның ең үлкен күші. Жемқорлық қоғамның іштен жейтіндер. Әрқайсымыз өзгерісті өзімізден бастайық. Адал болу таңдаудың ең қиын, бірақ ең дұрыс жолы.